Иеміздің күні киелі кітапта кездесетін ұғым. Сенушілер оны әдетте ақыр заман туралы айтқанда пайдаланады. Иә, мысалы Хармагеддон және Қиямет соты жөнінде сөз болғанда. Мүмкін ақ боз атқа мініп, жер бетіне қайтып келген Мәсіхтің бейнесін көрген шығарсың. Ол семсерін асынып, зұлымдық атаулыға Қиямет сотын жүргізбек. Бәріміз мынаны білгіміз келеді. Бұның бәрі қалай болады? Осыған қатысты бейнелердің көбі киелі кітаптың соңындағы аян жазбасынан алынған. Бірақ оларды түсіну үшін алдымен киелі кітаптың басындағы жаратылыстың басталуы жазбасына назар аударуымыз керек. Әңгіменің басында Құдай иенің таңғажайып әлемді жаратқанын көреміз. Содан кейін ол адамдарға өзінің атынан билік жүргізуді сеніп тапсырды. Алайда бір жұмбақ тіршілік иесі адамдарды азғырып, оларға мынадай уәде берді. Сендер жақсылық пен жамандықты өз беттерімен анықтап, осылайша жаратқан ие сияқты бола аласыңдар. Адамдар солай істеді де. Ал мұның салдарынан қарым-қатынастар бұзылып, зорлық-зомбылық жайлай бастады. Иә, сол жалған уәде үлкен мәселелер туғызып келеді. Бұдан былай әркім өзін қорғап, тірі қалу үшін күресу керек. Адамдар билікке жету үшін қару ретінде өлімді пайдаланады. Мұның жалғасы Бабыл қаласының құрылысы жайлы әңгіме болды. Көптеген адамдар Бабылға жиналды. Олар өз атын шығару үшін Құдайдың меккеніне дейін жететін зәулім мұнара салмақ болды. Алайда Құдай тұтас бір елдің оған мойынсұнбай, жақсылық пен жамандықты өз бетімен анықтауының тым жойқын болатынын білді. Сондықтан жаратқан ие адамдардың тілін шатастырып, оларды жан-жаққа бытыратып жіберді. Содан бері Бабыл киелі кітаптың ұлы әңгімесіндегі маңызды бейнеге айналды. Бұл бейне адамзаттың бірігіп жаратқан иеге қарсы бас көтерген бөлігін сипаттайды. Содан кейін біз осы бейнені ежелгі Мысырдың тарихынан көреміз. Иә, Мысыр патшасы Перғауын көшіп келген Израиль халқынан қауіптенді. Сондықтан ол жаңа туған израильдік ұл балаларды өлтіртіп, халықты құлдыққа салды. Бұл нағыз зұлымдық қой. Иә, Мысыр Бабылдан да үлкен әрі залым болды. Олар жамандықты жақсылық деп өздері анықтау арқылы басқалардың есебінен өздерінің қамын ойлады. Ақырында жаратқан ие Перғауынның зұлымдығын өзіне қарсы қолданды. Перғауын алға қарай паңдана зымырады. Соңында өлім оны жұтып қойды. Осы ғажап құтқарылудан кейін Израиль халқы өздерін зұлымдықтан азат еткен жаратқан иені жауынгер ретінде мадақтап жырлады. Содан бастап израильдіктер осы ұлы күнді құтқарылу күні деп атады. Сол күні олар адамдардың азғын билік жүйесінен азат етілді. Содан бері израильдік отбасылар жыл сайын құтқарылу күнін тойлап, бір тоқтыдан құрбандыққа шалатын. Бұл құтқарылу мейрамы деп аталады. Ақырында халық уәделі елге жетті, және оның өз патшасы болды. Сонда олар жаңа жаулармен бетпе-бет келді. Осылайша, әрбір құтқарылу мейрамы тойланатын иеміздің күні, жаратқан ие бізді бір күні алдағы қауіп-қатерден құтқарады деген үміт туғызды. Бірде қыратты жерде Амос есімді қойшы жүрді. Жаратқан ие Амосты Израильге қорқынышты хабар жариялау үшін пайғамбар етіп тағайындады. Иеміз дұшпандарын жазалайтын тағы бір күнді бекіткен. Ал сол күні Израиль жазаланбақ. Солай ма? Өкінішке орай, Израильдің басшылары да жақсылық пен жамандықты өз беттерімен анықтаған еді. Соның салдарынан елді азғындық пен зорлық-зомбылық жайлады. Демек, жаратқан иенің өз халқы Бабыл сияқты болды ма? Қаналғандар қанаушыларға айналды ма? Бабыл ешкім құтыла алмайтын тұзақ сияқты көрінеді. Осылайша, Израиль иеміздің күнін басынан өткізді. Дұшпандар олардың елін жаулап алып, халықтың көбін тұтқындап айдап әкетті. Содан бері Израиль әрдайым қанаушы патшалықтардың қол астында азап шекті. Сол жағдайда Мәсіх Иса дүниеге келді. Иә, оның тұсында Израильге қысым жасаған патшалық Рим болды. Сонда Иса Рим әскерін елден қуып шықпақ болды ма? Жоқ, олай емес. Мәсіх нағыз жаудың осы жұмбақ зұлым тіршілік иесі екенін білді. Бабыл, Мысыр, Рим мен Израильді азғырған да сол болатын. Бүкіл адамзат оның билік беремін деген уәдесіне сеніп келіскен еді. Мәсіх Иса айдалада оңаша болғанда, билігі мен құдіретін өз мүддесі үшін пайдалануға еліктірілді. Бірақ ол бұған тойтарыс берді. Иә, Иса солай істемеді. Бұдан кейін ол зұлымдықтың басқаларға тигізген ықпалына қарсы шыға бастады. Иә, ол құтқарылу мейрамына қатысу үшін Иерусалимге баратыны және өз жанын құрбан ету арқылы Израиль мен Римнің зұлымдығына қарсы тұратыны жөнінде айтты. Жанын құрбан ету дейсің бе? Бұл жеңіл сияқты көрінеді. Зұлымдықтың бірден бір нағыз қаруы өлім. Мәсіх зұлымдыққа өлімді өзіне қарсы қолдануға, сөйтіп бар күшін тауысуға жол бермек болды. Өйткені Мәсіх Құдайдың сүйіспеншілігі мен өмірінің өлімнен құдіретті екенін білді. Ол адамдарды сүйгендіктен құтқарылу мейрамына шалынған тоқты іспетті өз өмірін құрбан ету арқылы
зұлымдықты жеңе алатынын да білді. Шынында сол күні бір маңызды нәрсе өзгерді. Иеміз Иса зұлымдықты жеңгенде адамдардың бәріне бабылдан азат болатын жаңа жол ашты. Енді олар биліктің жаңа түрін және адам болудың жаңа жолын таба алады. Жарайды, демек маңызды бір нәрсе өзгерді. Бірақ зұлымдықтың күші әлі де мықты. Сондықтан біз бабылдың жаңа түрлерін салып келеміз. Иә, сол себептен киелі кітаптың соңғы жазбасы Аянда ақыр заманда болатын иеміздің күні туралы уәде берілген. Бұл уәде Құдайдың патшалығы толық орнаған кезде орындалады. Осы патшалық ұлы Бабылға, яғни дүние жүзіндегі күллі азғын халықтардың бейнесіне қарсы шықпақ. Иә, сол кезде Хармагеддон шайқасы және қиямет соты болмақ. Сонда Мәсіх Иса зұлымдықты қалай жоймақшы? Бұл адамдар күткендей болмайды. Аян жазбасында жеңімпаз Мәсіх құрбандыққа шалынып, қаны төгілген тоқты ретінде бейнеленген. Соңында Мәсіх ақбоз атқа мініп, зұлымдыққа қарсы аттанғанда, шайқас басталмай тұрып-ақ оның денесінен аққан қан көрінеді. Алдын ала аққан қан дейсің бе? Бұл оғаш бейне. Мұның себебі мынау: Иса біздің қанымыздың төгілуін қаламайды. Қайта ол дұшпандар үшін өзінің жанын құрбандыққа беріп, қанын төгу арқылы жеңіп шықты. Семсер оның аузында болады. Демек, Исаның жақсылық пен жамандықты анықтау билігі бар. Ол бәрімізді жауапқа тартып, түпкілікті әділдікті бір жола орнататын болады. Ал соған дейінгі уақытта иеміздің күні бабылдың ой ниетіне тойтарыс беруге шақырады. Сонымен қатар иеміздің күні Құдайдың болашақта осы дүниені азғындықтан арылтып, өзі дайындаған жаңа жаратылысты әкелетіні туралы уәде.